Қайырлы күн, оқушылар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Математика сабағының 53-ші сабағы. Бүгінгі тақырып шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері. Балалар, бүгінгі сабақта сендер шеңбер мен дөңгелекпен танысасыңдар және шеңбер сызуды үйренесіңдер. Балалар, бүгінгі жаңа мақалмен танысып жаттайық. Білмеу ұят емес, үйренбеу ұят. Демек, біз білмегенімізді кәнеки сабақта үйренейік деген мақсатпен сабағымызды бастаймыз. Алдымен шеңбер дегенне, дөңгелек дегенне танысамыз. Балалар, бұл шеңбер. Ал шеңбердің салып қағазға оны қиып алсақ, ол дөңгелекке айналады. Бұл шеңбер, ал бұл дөңгелек. Енді жұмбақ шешейік. Көк құтанша ақ айдында бір аяқпен тұрады. Тұмсығымен ол мұнда шыр айналып шығады. Ақ айдын дегеніміз бұл ақ парақ. Тұмсығы дегеніміз бұл инесі. Демек, сонда айналып шыр айналып шығатын бұл циркуль деген құрал, балалар. Балалар, циркуль сөзі латынның циркулиус деген шеңбер сызу деген сөзінен шыққан. Шеңбер сызатын екі ашпалы аспап. Ал енді шеңбер сызып үйренбес бұрын мынандай ережелерді еске сақтайық. Циркуль сурет салу құралы. Онымен мұқият жұмыс істеу керек. Оның бір ұшында ине, екінші жағында қарындаш бар. Қарындаштың ұшын бұзбау үшін оны мұқият пайдалану керек. Циркульдің инесін бетке апаруға болмайды, және оны өзге адамға ине жағымен ұсынып беруге болмайды. Балалар, шеңбер салатын жерді алдымен анықтап аламыз шеңбер салу үшін. Центрін нүкте арқылы белгілейміз. Оны О әрпімен белгілеп аламыз. Ал одан соң сызғыштың көмегімен радиусты анықтаймыз. 2 сантиметр ма, 3 сантиметр ма өлшеп аламыз. Одан соң циркульдің инелі аяғын центрге қоямыз. Циркульдің қарындашты бар аяғын шеңбер сызып шығамыз сол аяқпен. Мінеки шеңберіміз дайын болды. Енді шеңбердің элементтерімен танысайық. О нүктесі шеңбердің центрі. Ал енді шеңбер салайық. Алдымен алдымызға ақ парақ алайық. Циркульді алыңыз. Қағазға инелі аяғын қадап қойыңыз. Ал екінші қарындашты аяғымен шеңбер сызып шығыңыз. Фигураны түрлі түсті қарындашпен бояңыздар, балалар. Бұл қалай аталады екен? Бояп қойғанның іші дөңгелек деп аталады. Ине тұрған жерге нүкте қойсақ, бұл шеңбердің центрі деп аталады. Енді дөңгелектің шекарасын табайық, яғни оны қоршап тұрған сызық. Бұл не? Циркульдің қарындашы сызған сызық, ол дөңгелектің шекарасы, яғни шеңбер. Балалар, бұл шеңбер, ал оның іші жазық жері дөңгелек. Шеңбер дөңгелекті қоршап тұрған сызық, дөңгелектің шекарасы. О дөңгелектің центрі. Шеңберге мысалдар ретінде мінеки сақина, білезік, сақиналар дене сабағындағы дөңгелек түріндегі және сақина секілді гүл. Дөңгелекке мысалдар мінеки сағат, қаншама көп деген мысалдар бар. Бұл жердегі доп, ол шар тәріздес, бірақ оның бетін дөңгелек ретінде мысалға алуға болады. Балалар, ОА радиус, яғни шеңбердің центрі мен кез келген нүктесін қосатын кесінді. Оны R әрпімен белгілейді. Радиусты кез келген нүктемен центрді қоссақ, радиус көп, бірнеше радиус шығады. Радиусты қанша рет болса да қалағаныңызша салуға болады. Бұл диаметр,
яғни шеңбердің центр арқылы өтетін және шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді диаметр. Бұл жерде АВ диаметр. Балалар, бұл жерге назар аударайық. Радиус қайсылар? Диаметр қайсы? Назар аударамыз. Оларды әріптермен белгілейміз. Міне осылайша. Ал енді қазақ тілінде ереже болса, математикада анықтама, жаттап аламыз. Центр, шеңбер, оның үшін боясақ, дөңгелек. Дөңгелек барлық нүктелері центрден бірде қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура. Шеңбердің анықтамасы. Шеңбер дөңгелектің шекарасы. Бұл оқулықта бар ереженің барлығы, оны жаттап аламыз. Балалар, қай фигура шеңбер? Әрине, екінші тұрған фигура шеңбер. АО шеңбердің радиусы, АВ шеңбердің радиусы, бір шеңбердің радиустары тең болады. АО шеңбердің радиусы, АВ диаметр. Суретке қарап, радиус пен диаметрдің ұзындықтарын салыстырайық. Яғни, диаметр радиустан 2 есе үлкен. Мысалы, диаметр 5 см болса, радиус 5 см болса, диаметр 10 см болады. Ал енді оқулықпен жұмыс. Оқулықтың бірінші тапсырмасын біз барлығын ауызша орындап тастадық десек болады 30-шы бетте. Тек қана бұл жердегі А бөлігінде су сағаты мен күн сағаты туралы мәліметті интернет желісінен қарап алсаңыз болады. Балалар, екінші тапсырмада бірнеше сұраққа жауап беруіміз керек. Қай сызбада шеңбердің центрлері ортақ? Яғни, центр ортақ деп, міне үшінші сызбадағыны айтуға болады. Осы шеңберлердің радиустарының ұзындығы бірдей ме дейді? Жоқ. Кішкене шеңбердің үлкен шеңберге қарағанда радиусы кішірек болады. Осылайша қалған сұрақтарға ауызша жауап бере қойыңыздар. 31-ші беттегі 3-ші тапсырмада кез келген өзіміз қалаған шеңбердің суретін осы жерден оқып, немесе менің үйреткенім бойынша сала қойыңыздар. Мен сызғыш арқылы өлшеген жоқпын, бірақ та шеңбер сызсам, оның радиусы 2 см 3 мм-ге тең болды. Ал сендер толық өлшемін ала қойыңыздар. 2 см 3 см деп, сонда оңайырақ болады. Келесі тапсырма номер 4-тің асы. Онда сендерге радиустары 2 см, 3 см және 1 см болатын шеңберлер сыз дейді. Сызамыз. Міне, мына жерге шеңбер сызамыз, мына жерге және мына жерге шеңберді салып шығамыз. Бірақ міндетті түрде өлшеуіміз керек. Түсінікті ме? Балалар, номер 4-тің асын жазбаша орындаймыз. Адам тәуліктің 1/3 бөлігінде ұйықтайды, ал қалған уақытында ояу болады. Адам қанша уақыт ұйықтайды, қанша уақыт ояу болады? Бір тәулікте 24 сағат бар. Соның 1/3-інде ұйықтаса, біз оны 3-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Сонда сағат шығады. Бірдеңе сағат шығады. Енді адам сонда міне осынша уақыт ұйықтайды екен. Қанша уақыт ояу болады? Ол үшін барлық тәуліктегі сағаттан алып тастаймыз мына ұйықтаған уақытты. Сонда белгілі болады қанша уақыт ояу екендігі.
Дәптерге жазбаша міне осылайша жазамыз. Балалар, соңғы тапсырма номер 4-тің асы 31-ші бетте. Біз барлығын орындамаймыз, тек қана бірінші, екінші бағанды ғана орындаймыз. Дәптерге әдемі көркем етіп жаза қойыңыздар. Кері байланыс ретінде осы сөйлемдерді аяқтаңыздар. Міндетті түрде оқитын болам. Маған ұнағаны не ұнады? Мен нені білдім? Қиын болғаны не? Мені таңғалдырғаны не? Мен нені түсіндім? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.